қыздың ұрып жүргенін естіп, бір ақсақал, Сабыт деген ақсақал, күйеу баласына барып сөйлесейін дегенде, күйеу бала оған да пышақпен ұмтылады. Сосын анау Сабыт ақсақал болса да өте мықты адам, күйеу баласын сабап тастайды. Содан кейін күйеу баласы өзінің бір туыстарымен, беделді адамдарымен татуласуға келеді. Ассалаумағалейкум деген Баймұхан даусын әндете созып. Төрде отырған Сабыт ләм-мим демеді. Баймұхан Сабыттың алдына тізерлей жығылды. Кеш мені, әке. Елдің бәрі төмен қарады. Бір сәт ыңғайсыз үнсіздік орнаған. Мен жоқ жердегі бар тіршілігің осы ма? Деді ақыры Сабыт. Кеш мені, әке, деді Баймұхан басын жерден алмаған күйі. Кеш. Сен менің сақалымның ағына да қарамадың. Маған осылай істедің. Оңашада Қалима мен балаларға не істемейсің сен? Жезде бір жолға, деді кіргеннен тікесінен тік тұрған Тілеубек. Бір білместік болған шығар. Бір ғана білместік пе? Сабыт Тілеубекке сынай қарады.